Менің анам кімге керек? Өмірде болған оқиға. Екі жастың үйлену тойы, тойханада келін мен күйеу бақыттан бал-бұл жайнап отырған сәттері. Ортада күйеу баланың анасы қуаныштан ағайын туысқандарымен бірге биге түсіп, абыр-сабыр болып жүреді. Анасы бұл күні өте бақытты. Себебі өмірінің мәні жалғыз ұлы үйленіп, шаңырақ көтеріп жатыр. Таныс біліс, ағайын туыс барлығы да ортадағы күйеу баланың анасын қуанышты күнімен құттықтап жатыр. Барлық адам көңілді, әрі екі жасқа қызыға да, қызғана да қарап жүр. Біраз уақыттан соң келін бала күйеуіне: «Жаным, анаңа бір ауыз айтып қойшы, билей бермей бір жерде тыныш отырсыншы. Көрген достар не дейді? Үстінен күлмей ма ертең? Отыра алмаса басқа жерге жұмсап жіберейік, абыройды босқа төккізбей», деп сыбырлады. Күйеу бала күлді де ештеңе айтпастан ортаға шықты. Жиналған адам күйеуді ортаға шыққанына анасын құттықтайды екен деп ойлады. Бірақ күйеу бала бірден ән қойылып жатқан әншілердің қасына барды. Айтылып жатқан әнді тоқтатып, қолына микрофон алып: «Менің анам кімге керек?» деп тойға жиылған қауымға сұрақ қойды. Сол тойда болған ағайын туыс, дос-жаран барлығы үндеместен, ешқайсысы күйеу баланың мына сұрағына түсінбей дабдырап қалды. Күйеу бала тағы да: «Менің анам кімге керек?» деп қайталады. Ешкімде үн жоқ. Көпшілік адам күйеу баланың бұл сұрағына ашулы еді. Іштей: бұл бала үйленіп, жалғыз анасын керек қылмайын деді ғой», деген ойға барды. Ал келін бала іштей: «Бұл әлден менің айтқанымды қылуда. Ертең мұны басқару қиын емес екен ғой», деп қуанып сүйсініп отыр. Ана байғұс ұлының бұл сұрағына жүрегі қатты қиналып тұр еді. Жанарында тынбай жас ағып тұрды. Көзіндегі жасын тоқтата алмай, еш нәрсе айта алмай, ұлына қарап тұра берді. Күйеу бала түсінбей отырған көпшілікке қарап: «Анам маған керек», деп айқайлады. Қолындағы неке жүзігін шешіп, келінге қарап лақтырып жіберді де келінге: «Саған талақ бердім», деп айтты да анасының қолынан ұстап тойханадан әкетпекші болды. Келіннің жақындары, туысқандары не болғанын түсінбей күйеу баланы тоқтатпақшы болды. Бірақ күйеу бала тоқтамай қойды. Қыздың әкесі күйеу баласын тоқтатып, не болғанын түсіндіріп беруін талап етеді. Күйеу бала болған жағдайды түсіндіріп берді. Қыздың әкесі күйеу баласын қатты құшақтап: «Шіркін, сендей ұл тәрбиелеген анаңа мың алғыс. Сендей күйеу балам болғанда еш арман болмас еді. Бірақ мендей қызына тәрбие бере алмаған мына әкені кешір», деп жігітке ризашылығын білдіріп шығарып салды. «Ойланып қарайық. Сенің анаң мына әлемде жалғыз, ал қыз мыңдап табылады. Ананың қадіріне жете білейік, бауырлар». Қымбатты Иман Нұры арнасының көрермендері, егер сізге бұл оқиға ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.